Сәлеметсіз бе, қадірлі көрермен? Менің каналыма қош келдіңіз. Бүгін мен сіздерге тек қана асқабақтан жасалатын манты көрсетемін. Енді қазір асқабақтың мол кезі, асқабақты түрлі вариантта пісіріп жеуге тырысамыз бәріміз. Асқабақтың пайдасы зор ағзамызға. Табада қуырып жейміз, пешке салып жейміз, буға, парға пісіріп жейміз. Енді оның ішіндегі ең дәмдісі осы манты жасап жеу деп ойлаймын. Сіздер қалай ойлайсыздар? Сіздер қалай пісіресіздер мантыны? Таза асқабақтан мантыны қалай пісіресіздер? Соны айта кетіңіздер. Міне мен де сол өзімнің қалай пісіретінді сіздермен бөліскім келіп, осындай үлкен асқабақ алдырдым. Оның осындай бір бөлігін кесіп алдым. Қалған бөлігін де кесіп, орап, салқын жерге қойып қойдым. Да кезегі келгенде пісіретін боламын. Ал бүгін ет қоспай таза асқабақтан қалай манты пісіргенді көретін боласыздар. Оны білгілеріңіз келсе, видеоның соңына дейін қараңыздар. Асхана әлемінде менімен бірге болыңыздар. Міне осы бөлігі осылай тазалап алған кезде 700-800 грамм шығады. 1 килограмм шықса да ешқандай артық болмайды. Мен осылай тазалағанды ұнатамын. Сыртын тазалау өте оңай. Асқабақтың сырты қатты болады ғой, оны тазалай қою, тез тазалай қою өте қиын. Сондықтан мен осы әдіске үйреніп алғанымын. Сіздерге де осылай тазалағанды кеңес беремін. Ол үшін әрине сыртын жақсылап жуып аламыз асқабақты. Міне бәрін тазалап алдым. Енді осыларды кубиктеп турап аламын. Енді өздеріңіз әрқайсыңыз өздеріңіз білесіздер, қандай кубик, ірі кубик па, жоқ майда кубик па. Асқабақ бәрібір пісіп шығады. Мен осы өздеріңіз көріп отырғандай, осылай бәрін турап алдым, дайындап. Және бір 4 кусогын алып қалдым. Ол 4 кусогын үккіштен өткізейін дедім. Себебі бәрі кубик болғанша арасында бір-бірін байланыстыратын кішкене жұмсағы да болсын деп. Асқабақ бәрібір езіліп піседі ғой деп ойладым. Міне турайтын бөлігін осылай бәрін турап алдым. Енді ыдысқа саламын да тураған үккіштен өткізуге кірісемін. Осы үккіштің ең ірі жағынан өткіземіз. Егер соломка қылып өткізетін үккішіңіз болса, солай да өткізуге болады. Бірақ мен осындай үккіштен өткізуді жөн көрдім. Туралған асқабақтың үстіне салып араластыра саламыз. Ендігі кезекте осы 2 дана пиязды мүмкіндігінше ұсағырақ етіп тураймыз. Кейбір қыздар, келіншектер, апалар осы пиязды блендерден немесе ет тартқыштан өткізіп қосып жатады. Бірақ мен оны жөн көрмеймін. Себебі ол жерде ол жаңағы езіліп кетеді. Сөліш бір жақта, пиязы бір жақта болады. Пиязды бөлек ыдысқа саламыз. Себебі пиязды бөлек ыдыста тұрған күйінде жақсылап бір жарты ас қасық тұз саламыз да қолымызбен мыжып аламыз. Сөлі шығу керек кішкене. Одан кейінгі біздің мантымызға керек зат бұл сиырдың іш майы. Қазір соғымның уақытысы, осындай жаңа сойылған сиырдың, жылқының осындай іш майлары көп болады. Жылқыныкін қоссаңыз да болады, дәмді болады мантыңыз. Енді менде сиырдікі бар еді, содан кішкене бір 200 грамм қосып жіберейін дедім. Дәмді болады. Егер бар болса, сіздер де қосып көріңіздер. Бұл туралған іш майды асқабақтың бетіне сала саламын. Енді міне жаңағы пиязды бір қасық толмаған, жарты қасықтан сәл артықтау тұз саламын да, осылай қолыммен мыжып аламын. Пияздың сөлі шығып, жұмсардау дегенде асқабақтың үстіне қосамын. Мантымыздың құрамы белгілі болды. Асқабақ туралған, іш май және пияз. 1 шай қасық толтырып, қара бұрыш септім. Осы зирадан бір қасық толтырмай, жарты қасықтай алақаныма салдым да, алақанмен уқалап үгітіп салып жібердім.
Осылай жасаса, оның аромат иісі өте жақсы шығады. Осыдан кейін сұйық майды 3 ас қасық осылай құйып жібердім. Содан кейін жақсылап қасықпен араластырып қойдым. Дәмін көрсем, тұзы кемдеу сияқты көрінді. Сондықтан мен тағы да бір жарты ас қасық тұз қосайын дедім, себебі асқабаққа қосылмаған еді. Біз только пиязға ғана қостық. Енді қамырын илеуге көшеміз. 1 стакан су алдым, салқын су, 250 мл. 1 шай қасық тұз, араластырып тұзын ертіп жібердім. Және 1 жұмыртқа. Оны да араластырып жібереміз. Ұнды 550-600 грамдай алдым. Қамырымыз қаттырақ болып иленгені дұрыс. Сонда жұқа жайып, мантымыз өте дәмді болады, жыртылмай пісетін болады. Осылай біртіндеп салып, ұнымды қамырды илеп, одан кейін оны алдымен осылай инструменттің көмегімен илеп алдым да, артынан қолыммен жақсылап июін қандырып қойдым. Мен ол туралы әр видеомда айтып отырамын, қыз-келіншектердің құлақ қағыс болсын деп, себебі қамырды илегенде өте мұқият болу керек, асықпай июін қандырған жөн болады. Ию қанбаған қамыр дұрыс жайылмайды. Енді мен солай ойлаймын, сіздер қалай ойлайсыздар? Сол туралы жазыңыздар. Маған жазып отырсаңыздар, мен әрқайсыңызға жауап беремін. Ойларыңызбен ашық бөлісіңіздер. Тәжірибе алмасып отырайық. Қамырды илеп болған соң 15-20 минут тынықтырып аламыз. Қамырымыз одан сайын жақсарады. Міне 20 минут өтті. Көмекке қызым келді менің. Қамырды жайып көмектесетін болды маған. Міне мен түсіріп тұрмын, қызым жайып жатыр. Осылай қамырды домалақтап алды да, жаюға кірісті оқтаумен. Енді бәріміз білеміз, өзбек мантылары немесе ұйғыр манты дейміз ба, ұйғыр халқының мантысы, олар бөлек-бөлек үзіп дайындап алады да қамырды жеке-жеке домалақ етіп жаяды кішкентай оқтаумен. Ал біздер, мен өзім туралы айтатын болсам, өзім семьямда осындай үлкен қып жайып аламыз да, 4 бұрышты етіп кесіп, содан кейін соған өріп түйу керек па, жоқ бір-біріне ұштарын жабыстырып түйу керек па, солай істей береміз. Мұны видеода көріп отырғандарыңыздай, қамыр үлкен қып жайылып жатыр. Бұл жаңағы бір норма. Осы 1 стакан суға иленген қамыр қазір бірақ жайылады. Тура осы қамырды бұдан да жұқарақ етіп, ол үшін әрине 2-ге бөлу керек. Жұқа етіп жаятын болсаңыз, 5 бармаққа да жарайды. Тура осы жердегідей қалыңдығын осылай жаятын болсаңыз, пельмен, вареникеге де жарайды. Кейбір қыз-келіншектер май қосып жатады. Ол сұйық май қосқан жаңағы тоңазытқышқа қатырғанда қажет болады, ал былай бірден жасағанға оның қажеті жоқ. Міне видеода көріп отырғандай осылай гармошка етіп жинап аламыз алдымен үлкен етіп жайылған қамырды. Содан кейін енін алақанмен бірдей етіп осылай кесіп дайындап аламыз. Бұларымыз біздің ұзын жолақтар болады, мынандай міне. Ол жолақтарды осылай бірінің үстіне бірін тізіп шығамыз. Қамырымызды түгел осылай тізіп алғаннан кейін, оның ұзындығын бір 8 сантиметрдей, ал қысқа жағын, бір жағын 5 сантиметрдей етіп, жобамен осылай кесіп аламыз. Енді мұны біз бұл мантыны өріп түйетін болғандықтан осылай кестік. Бір-біріне ұштарын жабыстырып түйетін болсақ, онда тік 4 бұрышты етуіміз керек. 2 жағы да бірдей болады мантының. Міне видеода көріп отырғандарыңыздай, салмасын молынан салып, мантыны өріп түйіп шығатын болам қазір. Осылай барлық мантыны түйіп шығамыз.
Осы жерде мен әдейі жай көрсетемін сіздерге. Жақсылап көріп үйренгісі келген қыздар болса. Ал егер енді осы тию жөнінде сұрақтарыңыз болса, маған жазып жіберіңіздер комментарийда. Міне, домалақ емес, тік төртбұрыш болса да, осылай өріп түйіп алдық мантыларымызды. Және әдеттегідей кішкене табамызды майлап жібереміз да. Манты қасқанды майлап жібереміз да, осылай бәрін тізіп шығамыз. Осында 2 қасқан шықты, бір 50-60 мантыдай шықты осы мантымыз. Жаңағы мен алған нормадан. Қамырымыздан артылып қалды әрине. Қамырды көбейлеп қойыппын. Суымыз қайнап тұр уже дайын болып. Тізіп салып болғасын, жаңағы манты пісетін қазанымызға қоямыз да, 30-35 минут пісіріп аламыз. Оны ұзақ ұстаудың қажеті жоқ. 30-35 минутта әдемі пісіп шығады. Асқабақ деген тез піседі. Міне, асқабақ мантымыз пісіп дайын болды. Біз көбірек ұстап қойған сияқтымыз. Кішкене езіліңкіреп кетті мантымыз, артық тұрып қалды будың үстінде. Дегенімен енді бұл езіліп әдем болып пісті. Әсіресе мен сияқты жасы үлкен кісілерге шайнамай жұтатын манты болды. Иісі керемет, мұрынды жарып барады аромат иісі. Міне, менің мантыларым ұнаса, лайк басыңыздар. Өз пікірлеріңізді айтып отырыңыздар маған. Ас болсын.